Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз пікірталас мәдениетінің талаптары. Алдымен өткен тақырыпқа шолу жасап өтейік. Есімізге түсірейік. Пікірталастың түрлері. Пікірталастың біз өткен пікір алмасу, ой таласы, немесе сөз талас, пікірсайыс, ой көкпар, айтыс, дөңгелек үстел сияқты бірнеше түрі бар. Оның әрқайсына біз жеке-жеке тоқталып өткен болатынбыз. Жалпы пікір деген қарапайым тілмен айтқанда көрген, оқыған, естіген нәрселерін көркем түрде баяндап, көпшілік көрерменге, оқырманға, тыңдарманға бір ой туғызатындай әсерде, ой қозғайтындай, өз ой қалыптастыратындай әсерде айту. Алдымен сабағымызды бастамас бұрын шағын ғана сергіту сәтін ұйымдастырып алайық. Сіздер білесіздер, мақал сөздің мәйегі дейді. Мақал мәтелде халық даналығы ол шешендік өнердің бір саласы болып танылады. Қазір сіздерге мен 10 мақал мәтел жасырамын смайлик түрінде. Осы 10 мақал мәтелдің жауабын сіздер тауып, маған жазбаша түрде жазып жібересіздер. Алдымен мақалдың жауабын тауып алыңыздар. Одан кейін бар келесі беттегі жауаппен салыстырасыздар. Жалпы тақырыбымызға қайта оралайық. Кемеңгерлік, көрегендік, шешендік, ойшылдық, тапқырлық, даналық сияқты бірнеше қасиеттер тоғысқан адамды біз сөйлеу мәдениеті қалыптасқан адам деп айта аламыз. Енді сөйлеу мәдениеті қалыптасқан адам, ол көпшілік алдында міндетті түрде ұтымды ой айтып, тұшымды пікір айтатыны белгілі. Енді пікірталасқа қатысушы адамның бойында батылдық, сыпайылық, салқынқандылық пен тапқырлық, сөзге тоқтай білу, ұстамдылық, білімділік сияқты бірнеше қасиеттері тоғысып жатады. Сонымен қатар, егер ол пікір сайысшы болса, өзінің қарсыласының сөзіндегі негізгі ойдың астарын тез ұғып, оған жылдам жауап дайындап, шиеленіске бастайтын сөз қақтығысынан жол тауып шыға біледі. Сондай-ақ пікірталасқа түсер алдында адам мынадай нәрселерге мән беру керек. Бұл мәселе айтуға тұра ма? Пікірталасты ұйымдастырудағы негізгі мақсат қандай? Және сол пікірталасқа қатысу барысында сол көздеген мақсатына жетті ме? Қарсыластың деңгейі қандай? Қарсыластың көзқарасы, позициясы қандай? Қарсыластың мықты немесе осал тұстары қандай деген сияқты. Тек сол жағдайда ғана пікірталасқа қатысып отырған адам өзінің көздеген мақсатына жете алады. Енді ұтымды ой айту, құнды сөз арқылы ойындағысын жеткізу, бұл ата-бабамыздың қаншама замандардан бері қалыптасқан игі дәстүрі. Шешендік көп сөздікте емес, тапқырлықта деп кезінде қазақтың классик жазушысы Ғабиден Мұстафин аталарымыз айтып өткен болатын. Жалпы пікірталасқа қатысушы адамның бойында мынадай қасиеттер болу керек. Бұл әрине шешендік, кез келген жағдайда сүрінбей өту, импровизациялық қасиет, яғни табан астында суырып салып, табан астында сөз тауып айтып кету деген сияқты дер кезінде шешім шығару, және сол шешім дұрыс болу керек. Риторикалық қасиет, яғни сұрақты жүйелі қоя білу керек, және эмоциялық қасиет. Эмоциялық қасиет болғанда өзінің эмоциясын басқара алу керек. Мысалы, көп жағдайда әсіресе мына ой көкпарға, пікірсайысқа қатысатын адамдар үшін мысалы көптеген біраз уақыт бойы өзінің тақырып бойынша белгілі бір тақырыпты жетесіне жеткізіп тұрып, дәлелмен, дәйекпен айтып, өзінің зерттеп жүрген тақырыбын бүге-шігесіне дейін айтып тұрса, оған қарсыласы жоқ, сіздікі дұрыс емес, жоқ, мен сізбен келіспеймін деп қарсы пікір айтса, ол әрине
жаңағы пікірсайысшы адамның ашу ызасын, эмоциясына ерік беретіндей жағдай тудыруы мүмкін. Сондай жағдайда пікірсайысшы өзінің эмоциясын басқара білу керек. Ол да бір үлкен өнер. Сонымен қатар қанша жерден сол тақырыпты зерттеп, біліп, білімі толысқан адам болса, немесе кез келген қызықты оқиғаны, қызықты жағдайды керемет қызықты қылып айта алмаса, яғни тыңдарманға, көрерменге әсер етпесе, ол бекерге кететін дүние болып табылады. Сондықтан белгілі бір дәрежеде дауыстың тембрі, ой екпіні, ырғақ пікірсайыс кезінде қызмет атқарады. Жалпы пікірталас белгілі бір қоғамдағы айтыс, тартыс, дау болып табылады. Пікірталасқа қатысушы адам ол әрине өзінің пікірталас мәдениет талаптарын сақтай білу керек. Сонымен қатар пікірталастың тақырыбын зерттеп, аша білу керек. Өзіне қойылған талапты орындай білу керек. Мақсатына жету үшін өз қатысатын пікірталастың мәнін ұғына білу керек. Сонымен қатар пікірталастың қандай түріне қатысып жатыр, оған да аса мән беру керек. Енді пікірталаста жалпы жеңіске бастайтын негіз болып саналатын кейбір әдістерге көңіл бөлсек, олар мынандай: қақпан құру, немесе сынау қарсыласын, сонымен қатар ойын жоққа шығару, немесе қарсыласты сұрақтардың астына алу, яғни шабуыл жасау, сөзді сұрақпен аяқтау, келесі сөзді жауаптың осал тұсын түзетуден бастау, қарсыласты тығырыққа тығудың әртүрлі амал тәсілдері, шаралары бар. Енді пікірталасқа қатысып отырған адам негізгі қолданылатын тәсілдерді, сонымен қатар пікірталастың мәдениетін, талаптарын да білу керек. Пікірталас барысында қандай нәрселер орын алады? Ол әрине қарым-қатынас көбінесе иә немесе жоқ, немесе олай емес деген бағытта жүргізіледі. Егер ол қарсыласы болса, қателіктен бас тартуға көмектеседі, тақырып бойынша көзқарасын, ойын дәлелдейді, ортақ бірлестіктен гөрі көп жағдайда бәсекелестікке бағытталады. Және сонымен қатар дұрыс идеяларды ұсынуға, басқаның пікірін тыңдауға үйретеді. Пікірталас мәдениетіндегі ең басты нәрсе ол аудиторияға ой тастау. Яғни белгілі бір тақырып төңірегінде ой қозғау сұрақтарын айту, немесе бір мәселені, қоғамда қордаланып жатқан мәселе болуы мүмкін, немесе қызық түрлі бір жағдайлар болуы мүмкін. Сол мәселені ортаға салып, соған адамдардың түрліше көзқарасын, пікірін білу. Сол арқылы адамдардың, яғни сол қатысушылардың, немесе тыңдармандардың белгілі бір дәрежеде ой қорытындыланады, және де ойды ой қозғайды дегендей жаңа бір пікір қалыптасады, жаңа бір пікір туады, немесе жаңа пікірдің пайда болуына жағдай жасайды, не қарсы көзқарас пайда болады. Сол арқылы сенікі қате, немесе менікі дұрыс, менің ойымша мынандай болу керек, немесе жоқ, сіз дұрыс айтқан жоқсыз, немесе иә, сіздің сөзіңізбен келісем деген сияқты әртүрлі тұжырымдармен ой пікір қалыптасады. Енді жаңа пікірталас мәдениетін және де пікірталас кезінде қолданатын амал тәсілдерді сақтай отырып, мен сіздерге мынадай тапсырма беремін. Яғни топта 24 студент болса, немесе 25 студент болса, оның бір тобына, яғни 12 немесе 13 білім алушыға әлемге тараған коронавирус қаншалықты қауіпті және одан сақтану жолдар қандай деген сұрақ жіберемін. Сол сұрақ бойынша сіздер пікірталас мәдениетінің талаптарын ескере отырып, және де бұл сұрақ пікірталастың қай түріне жатады, қай түріне келеді, сол бойынша пікірталастың түрін де ескере отырып, маған жауап жазып жібересіздер. Екінші топта дәл сондай, олардың тақырыптары қашықтықтан оқытудың
пайдасы мен зияны қандай деген сұрақ. Сол сұраққа пікірталас мәдениетінің талаптарын сақтай отырып және оның сұрақ пікірталасының қай түріне жатқызылады, сол пікірталастың түрін сақтай отырып жауабын жазып жібересіздер. Сонымен бүгінгі тақырыбымыз осымен тәмам. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.